крипипастерлар әрбір құбыжықтардың дизайнын сомдап, Слендерменге келгенде фантазиялары бітіп, тура соған ұқсайтын сиреноголовый құбыжығын ойлап табады. Тек киімдерін шеше салды, басына громкоговоритель қоя сал. Енді 2021-де телевизор құйрық, 22-де iPhone алақан атты құбыжықтар шықса таң қалмаймыз. Данное существо крайне агрессивно и опасно для людей. Оно ведет хищнический образ жизни. Сиреноголовый жан-жануарлармен қоректенеді. Керек десең адамды да жеп қояды. Бірақ ол тығылып шабуылдаудың орнына мардымсыз дыбыс жиіліктерін шығарып, алдында тұрған жемін үркітіп жіберетін тәсілді таңдағаны қызық екен. Әрине, осыдан кейін бұл азбағанда мен азам ба? Обитая в сельской местности, отдаленных городах и лесах, Сиреноголовый ауылды жерлерді мекендейді делінеді. Бірақ кейбір видеоларда іші пысып, қалалы жерлерге келіп, көзге түсіп, әуе дабылын қағып, бүкіл истребительдердің ең негізгі нысаны болып өзіне назарын аударады. Айналайын-ау, мынаны логика көрсе асылып өледі ғой. иногда охотится на диких животных, издавая волчий вой, приманивает собак и волков, а затем съедает их. Мәссаған. Егер бұл ас тізбегінің атамандарымен қоректенсе, онда қазір экожүйе бұзылып, шөп қоректі жануарлар көбейіп, кейбір аймақтарда экобаланс бұзылар еді ғой. Егер бұның бойында ешқандай ас қорыту жүйесі болмаса, түріне қарасаң ешқандай метаболизм белгілері байқалмаса, онда жеген тамағы қай жеріне сіңеді? Аузында қорытылып кете ме? Оның үстінен бұны көргендер ағашпен шатастырса, болмаса ағашқа ұқсаса, онда неге бұл құбыжық тамырын топыраққа жайып, азотпен тыңайтқышын сіңіріп, тып-тыныш автотроф болып өсіп тұра бермейді? Құбыжықтың басында ешқандай көз байқалмайды. Ал жолды қалай тауып жүреді сонда? Жарғанаттан сұрап ала ма? От шеи до живота идут несколько черных проводов. Немене? Сымдар? Сонда бұл кісі тоқпен жүретін техника ма? Ал зарядты қайдан алады? Ашық жерге тұрып найзағайға шекесін тосып қуаттана ма? Жарайды, сиреноголовый техника дейік. Онда не үшін бұл гетеротрофты түрде тірі ағзамен қоректеніп жүр? А жертвами сиреноголового являются путешественники и туристы. Соған қарағанда саяхатшы мен туристердің ғана еті тәтті болады ғой деймін. Впервые в современной истории сиреноголовый был замечен в 1966 году. Аха, құбыжықты ең алғаш 1966 жылы байқаған екен. Ал бұқаралық ақпарат құралдары 54 жыл бойы газет журналдардың беттеріне бұл сенсация туралы ештеңе жазбаған ба сонда? Әй, ең бастысы менің сүйікті Голливудым қайда қарап отыр? Ендігі бірнеше толық метражды фантастикалар шығып, Кинг-Конгпен шайқасып, танысты жамбасқа лақтырып, Пеннивайзбен канализацияда шай ішіп отыратын еді ғой? Ал біз болсақ 2020-да ғана біліп отырмыз. Сиреноголовый – это 12-метровая гуманоид. Құбыжықтың бойы 12 метр делінеді. Ал мына әуесқой видеоға қарап отырсақ, белі бұлтқа тиіп жүр. Мынаны Годзилла көрсе жылап қалатын болды ғой. Әдеттегідей операторлар тылсым нәрселерді түсірерде, сапасын ең төменіне қойып, басты рөлдегі құбыжықтар кадрда анық көрінбейтіндей етіп, қышып камераны жыбырлата бастайды. Жасырын түрде тіршілік ететін ұялшақ құбыжық бұлай тал түсте әуежаймен талтаңдамайтын шығар енді. Көз алдында бір түрлі қорқынышты нәрсе тұрса, қашып кетудің орнына қасына барып тұрып түсіру керек. Ал қашып тығылған жағдайда фонарикті өшіруді ұмытып кету керек. Дабыл бас аудио помеха береді дегенге сенемін. Бірақ видео помеха бермейтін шығар.